Қыздар, шын айтыңдар, әжіммен күресу үшін не жасайсыңдар? Косметикалық екпелерге барар ма едіңдер? Әжімнен құтылудың қарапайым әдісі ғана бар. Ақпарат Экспресс-ка сайтында шықты. Табиғи жолмен жасару тренері Гүлзада Жанбабайқызы мұрын мен ерін маңына әжім түсу себептерін айтты. Оған не әсер етеді? Арқадағы бұлшық еттер. Иә, арқадағы. Тікелей байланысты. Егер олардың жағдайы нашар болса, міндетті түрде мұрын мен еріннің айналасына әсерін тигізеді. Яғни арқадағы бұлшық еттердің күш қуатын арттыру керек. Біраз логикаға сай емес сияқты естіледі, бірақ маман солай дейді. Беттегі бұлшық еттің тонусын сақтағыңыз келсе, мына видеодағы жаттығуларды қайталаңыз. Сол кезде әжімнің алды алынады. Орыстар айтпақшы, красота требует жертв деп айтып, косметикалық екпелер мен хирургиялық оталар жасатпай, қарапайым ғана жаттығулардың арқасында әжімнен